Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін сіздермен бірге макароннан салат дайындайтын боламыз. Жарты жасыл болгарскийімізді турап аламыз. Bir қызанағымызды да турап аламыз. Bir пиязымызды тураймыз. Жарты қызыл бұрышымызды тураймыз. Bir сәбізімізді қырғыштан өткіземіз, үкіштен. Bir dana баклажанымызды да турап алатын боламыз. Ыдысымызға макаронын салып, суға қайнатып алатын боламыз. Үйлеріңізде бар макаронды қолдануға болады. Енді майымызды құйып, баклажандарды қуырып аламыз. Макаронымыз пісті. Оны да салып аламыз туралған заттарымыздың қасына. Мына жақта баклажандарымыз дайын болды. Баклажандарды алып аламыз. Ал баклажанымыз дайын. Енді бұл заттардың барлығын ыдысымызға салатын боламыз. Салаттың дәмін кіргізетін негізі соусы болады. Bir қасық мед саламыз. Лимон шырынын. Balzamический соус. Bir қасық. Соевый соус.
оливковый масло саламыз. Араластырамыз. Тұз саламыз. Бір қасық аджика саламыз. Тағы да араластырамыз. Заттарымыздың барлығын үлкендеу ыдысымызға саламыз. Енді жаңағы жасаған соусымызды құйып араластырамыз. Салатымыз дайын, жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.